КПТ терапия қалай жүзеге асыратынын түсіндіріп өткім келеді. Неліктен КПТ терапияны ғылыми дәлелденген деп айтады. Өйткені әртүрлі эксперименттер, опыттар қойылып, қалай әсер ететінін дәлелдеген. Енді оны көп жануарларға, зоопсихология деген бөлім бар ғой, психологияда жануарларға жасап көреді. Адамда әлеуметтік жануар болып табылады. Яғни жануарлар сияқты ұйықтайды, тұрады деген дейді. Сондықтан жануарларда көптеген эксперименттер жүргізіліп, қалай әсер ететін, кейін оны жануарларға жүргізілген эксперимент өте нәтижелі, жақсы жүргізгеннен кейін оны адамдарға да жасап көреді. Яғни, мысалы қараңыз, мынандай эксперимент, Скиннер деген ғалым оперантное обуславливание деп айтады. Яғни адам, жануар дейік, жануар шартты және шартсыз стимулдарды қабылдайды. Ол дегеніміз, мысалы, иттерге осындай эксперимент жүргізген кезде клеткада, тордың ішінде екі бөлім болады. Бір бөліктен екінші бөлікке өте алады. И бірінші бөлікте табанынан кішігірім вольт деп айтама, ватт деп айтама, кішкентай әсері бар тоқ жіберген кезде ит келесі тоқ жоқ жағына, тордың тоқ жоқ жағына өтіп кетеді. Және өзін солай тыныштандырады да. И оны кейін қайттан бір стимул қосады, шартты стимул қосады. Яғни иттің аяғына тоқ берместен бұрын бірінші жарық жанады, свет жанады. Свет жанғаннан кейін екінші қадам ол тоқ жіберіледі. Яғни ит свет жанады, аяғына тоқ жіберіледі, келесі тордағы келесі бөлімге өтеді, қауіпсіз жерге өтеді. Осылай бірнеше рет қайталана берген кезде, қайталану процесі арқылы ит жарық жанады ғой, свет жанады, әлі тоқ бармаса да, ит ары қарай аяққа тоқ келеді деп, келесі тордың екінші қауіпсіз жағына өтіп кетеді. Ешқандай тоқ жіберілмесе де. Солай бірнеше рет солай жасаған кезде, ит уже жарық жанған кезде мазасы қашып, өзін жайсыз сезініп, тоқ бармаса да, жаңағыдай дауыс шығарып, қиналған дауыстар шығарып, тордың келесі бетіне өтеді. Бұл не дегеніміз, адамдарға қалай әсер етеді деген. Адамдар қарапайым бір проблемалар деп айтамыз ба, мәселелер туындайды, мәселелер туындайды, және оны шешеді. Адамдар әртүрлі мәселені басынан кешіреді. Стресстік жағдайларды, қиын жағдайларды, ауыр жағдайларды, шешімі кейде жоқ саналатын жағдайлар, әртүрлі жағдайларды басынан кешіреді. Және адам оның бәрін жеңе алады. Жаңағы ит сияқты қауіпсіз жерге ауса қояды. Кейде сондай бір жағдайлар болған кезде, жаңа жарық жанған сияқты, қосымша бір стимулдарды адам өзіне іліп алады. Яғни, мен осындай жағдай болған кезде, мен оны жеңе алмаймын. Немесе осындай жағдай болса, менің өміріме қауіп төнеді. Немесе осындай ситуация, осындай стресс болса, мен оны жеңе алмаймын, жеңе алмағасын менімен өте жаман нәрселер болады деп, адам өзі үшін ойламаған жерден өзіне сондай шартты стимул ойлап тауып алады. Жаңағы өз-өзіне свет жанады дейміз ғой да, жарықты жағып алады, жарықты жағып алады. И келесіде адамға даже ондай стресстік жағдайлар туындамаса да, кішігірім бір соған ұқсас, немесе алдамшы, немесе мүлдем ондай мәселе туындамаса да, адам оны өзі үшін
мәселе деп танып алады. Яғни өзі үшін жарықты қосып алады. Жарықты қосып алады, ешқандай мәселе болмаса да, ешқандай қиын жағдай болмаса да, сол мәселеден қашу жолын іздейді. Яғни тордың қауіпсіз жағына өтіп кетеді. Ол дегеніміз адам өзі үшін сондай жағдайды жасап алады. Ал терапияда оперантное обуславливание, қазақша қалай екенін білмеймін, терапияда операция арқылы, қандай да бір әрекет арқылы сондай жағымсыз стимулдар бекітіліп қалған дүниені қайтадан ажыратады терапияда. Яғни терапияда, КПТ терапияда былай жұмыс жасалады. Ешқандай тоқ барып жатқан жоқ табанға, тек жарық жанды. Жарық жанды, жарық қауіпсіз. Жарыққа қарауға болады, жарықта жан-жағындағы нәрселерді көруге болады, жарықта жақсы дүниелерді көруге болады. Жарық былай қарағанда нейтральный дүние. Ол жақсы да емес, жаман да емес. И терапияда ешқандай табанға тоқ тиіп жатқан жоқ. Табанға ешқандай тоқ барып жатқан жоқ. Ми, психика өзіне бұрын болған жағдай деп айтайық та, сондай бір жағдайды өзіне сигналы етіп бекітіп алған, что кішкене соған ұқсас болсын, ұқсас болмасын, мүлдем болмасын, но ми өз-өзінен жарық жанды, құтқарыл, қаш, қазір тоқ береді саған, қауіпсіз жерге қаш деп психика дұрыс емес түрде жұмыс жасайды. Мысалы, компьютердің ішіне вирус кіріп кетсе, компьютер дұрыс жасамайды. Оған антивирус орнату керек, оның ішін тазалау керек, вирустарын өлтіру керек. Сол сияқты адамның миына да сондай дұрыс емес ойлар кіріп кетеді, и адамның миы компьютер болса, компьютерді дұрыс жасатқызбайды. Яғни жаңағыдай жарық жанды ойбай дейді, хотя жарық жанған жаңағыдай тоқ аяққа табанға тиді, ойбай құтқарыл дейді. Хотя ешқандай тоқ берілген жоқ. Жарықтың өзін адам қауіпті деп танып, жарық деген стимулды өз-өзіне қауіп деп тауып алады. Ол адам жаман, ақмақ, дұрыс ойлай алмайды дегеннен емес. Ол просто адам сондай бір состояниеда болады, когда адамның психикалық денсаулығы әлсіз болған кезде жаңағыдай вирустар кіріп кетеді. Терапияда сол вирустарды алып, антивирус орнатып, компьютерді қайтадан іске дұрыс жұмыс жасауға қосады адамның миын. Яғни жарық, ол просто жарық. Жарық жанса, міндетті түрде тоқ ұрады деген сөз емес екенін түсіндіреді. Яғни когнитивно-поведенческая терапия осылай жұмыс жасайды. Және осындай эксперименттер КПТ-ны дәлелді терапия деп дәлелдеп берді. Бәріңізге сәттілік, барлығымыздың компьютер деп айтайық, вируссыз, антивируспен жақсы жұмыс жасауға тілектеспін.